Сіз фазаның аккаунттарын қанша уақыт өттіңіз? То есть экзамен аккаунттарын. Тесттен соңғысында бір күнде өттім. Бірінші тесттен, екінші тесттен де бір күнде өттім. Үшіншісінде уже маған доступ берілді, оны жарты күнде өттім. Жарты күнде Жарты күнде пайдаға шықтым. $1000 таптым дейсіз ғой примерно, да? 10%. $1000, иә. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде Малика деген оқушымен интервью, және де Маликаның кейсі уникальный болып танылады, себебі Малика проб компанияның аккаунтынан 10% прибыль жасап, выплата алды. Малика, сәлем. Малика, сіз өзіңіз жайлы қысқаша айтып өтсеңіз, қазір немен айналысасыз, немесе трейдингқа дейін немен айналыстыңыз? Сәлематсыздар ма? Менің есімім Малика. Тұрмыстамын, 4 баланың анасымын. Үйде отырған анамын. Трейдингқа дейін тендермен айналысқанмын 1-2 жыл. Одан кейін осы криптовалюта трейдингке қызыға бастап, оқып, қазіргі таңда нәтиже көрсетіп отырмын. Түсінікті. Бізге дейін сіз обучение оқыдыңыз ба? Егер де обучение оқысаңыз, нәтижелер қалай болды? Иә, оқыған криптовалютаны оқыдым. Ол кезде оқу барысында да менде нәтижелер жақсы болды. Оқу біткен соң орта болмады ма, минусқа кете бердім. Плюсқа шыға алған жоқпын. Түсінікті. Бізден оқудағы себебіңіз қандай? Неге мені таңдадыңыз именно? Обучение жағынан. Маған негізі Инстаграмнан қарап жүретін. Сол кезде берілген ақпараттар маған түсінікті болатын, қызықты болатын. Сөйтіп барып, кейін 1 жыл емес, 1 жылдай бақылап жүріп, кейін таңдадым. Негізді сабақтарыңыз. Обучениеға келетін болсақ, біздің обучениеда процесс жайлы өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз, сізге түсінікті болды ма барлығы, сізге обращение қалай адамдардың, и так далее, ментордың? Оқу барысында ма? Оқу барысында и оқудағы материал мысалы. Оқу кезінде маған сабақтар қатты ұнады. Өзіме түсінікті болды. Бұрынғы қай жерде қате жасағанымды түсіндім. Одан кейін оқу барысы маған сабақтарды әліге дейін ашып қарай аламын. Сақталып тұрады. Орта әлі де бар. Оқуым бітті болды. Давай, до свидания жоқ. Түсінікті. Солай. Түсінікті. Енді сіз проб компанияның экзамен өттіңіз, 10% прибыль жасадыңыз да. Сол прибыльді жасауға сізге қанша уақыт кетті, және де қазір сізде қанша аккаунт бар қазір сізде? Қазір рабочий ма? Иә, рабочий. Рабочий менде бірақ аккаунт бар, $10,000 аккаунты бар. Оған дейін мен жалпы 12 аккаунт алдым, 11 аккаунтты жоғалтып алдым. 12-ші аккаунт қазір рабочий. Оған дейін 5-10 алып жүрген ғой. Қалай ойлайсыз? Сол аккаунттарды мысалы жоғалттыңыз да, минусқа кетірдіңіз. Сол қандай проблема болды вообще? Жоғалту себебім ба? Иә. Жоғалту себебім өзімнің сабырсыздығым болды. Біріншіден, оны мен өзім түсіндім, сабырсыз екенімді. Одан кейін бір рет минусқа кіргеннен кейін тоқтамау, қайта кіре беру болды. Сосын бір аккаунт жоғалтқаннан кейін демалып, кішкене практика жасап, кейін алу керек еді маған. Мен сразу артынша ала бердім. Солай көп аккаунт жоғалтып алдым. Енді ол көп новичоктардың қателігі да. То есть бір минусқа кетсе, дальше сол минусты қайтарамын деп, сол жерден уже аккаунттарын дальше daily лоспен, немесе overall максимальный лоспен кетіп тастайды минусқа. Енді сізге, егерде енді бастап жатсаңыз, трейдингті қандай кеңес берер едіңіз өзіңізге? Енді өзіме ма? Иә. Новичоктарға мысалы да. Мен қателік жасағаннан кейін барып, өзімді сұраққа ала бастадым да, мен қай жерде қате жасап жатырмын, не үшін мен жоғалтып жүрмін. Түсінгенім сол сабырсыздығым болып тұр. Асыққандық, то есть асығасыз.
асығамын. Қазір минусқа не ғой? Минус болды ма тоқтамаймын. Қазір енді осы да плюс болады, енді осы да плюс болады депші. Наоборот, минусқа кете береді ғой, дальше. Тоқтау керек, стоп қою керек. Адам өзіне стоп қоя білу керек екен. Соны түсіндім. Сіз проп аккаунттың реальный аккаунтында 10%-ті бір күнде жасадыңыз, иә? Иә, маған обед уақытында доступ берілді. Кешке дейін жасадым. Кешке дейін уже жасап тастадыңыз, и выплатаны скоро аласыз, бір-екі күнде. Өте Иә. керемет. Сіз фазаның аккаунттарын қанша уақыт өттіңіз? То есть экзамен аккаунттарын? Тесттен соңғысында бір күнде өттім. Бірінші тесттен, екінші тесттен де бір күнде өттім. Үшіншісінде уже маған доступ берілді. Оны жарты күнде өттім. Жарты күнде жарты күнде пайдаға шықтым. $1000 таптым дейсіз ғой примерно, да? 10%. $1000, иә. Енді сіздің сол эмоцияңыз қандай болды вообще? Мысалы, көбісі $1000 табу үшін жалпы Қазақстанда орташа жалақы бойынша кемінде бір ай жұмыс жасау керек та. Сіз мысалы бір күнде тапқан кезде эмоцияңыз қандай болды вообще, ойыңыз? Иә, мен қатты қуандым. Чатқа да не қойғанды білмеймін. Қатты қуандым. Өзіме ой, менің қолымнан келеді екен ғой деген неші. Мотивация пайда болды. Иә, мотивация пайда болды. И қазір сол прибыліммен аккаунтқа кеткен ақшаларым и оқуға кеткен ақшамды шығарып алдым да, былай есептесем. Енді былай плюстамын. Иә. Түсінікті. В дальнейшем сізде қандай план? Енді мысалы скейлинг болады да, то есть сіз $10,000 аккаунтында өттіңіз, и $10,000-дан кейін мен всегда рекомендую дальше аккаунтты көтеруге. То есть сізде прибыль бар қазір. Сол аккаунтта прибыль жасап, $10,000 аккаунтынан, и, допустим, сол выводқа дейін басқа аккаунттармен тоже жұмыс жасауға. Мысалы, ол $25,000 болуы мүмкін, да? $50,000 болуы мүмкін, и $100,000. Иә, қандай план бар сізде? Ендігі планым мен 50 мен немесе 100-ді алғым келеді. Оларды да плюсқа шығарып, уақыт береді ғой, ақша шығаратын уақыт кезінде, 10К мен жұмыс жасап, тоқтамау ғой маған. Жоқ, тоқтау керек. Дальше көтере беру, иә, аккаунттың балансын? Иә. Дұрыс. Енді в будущем ол нәтижеге жетесіз деген ойдамын. Себебі сіз дұрыс ортадасыз, и сізде всегда поддержка болады. Сізге тағы да бір сұрағым бар. Сіз экзамен, то есть проп аккаунттың реал счетында қанша процент рискпен жұмыс жасадыңыз? Айтқа. 1% риск қоятынмын. 3%, 4-5 солай болды ғой менде. Бір жасағанда. Қанша болды? Проптың аккаунтында сондай болды. 1% жұмыс жасадыңыз, иә? Получается. Иә. Мен күтетінмін. Неге шейін. Кіретін точкамды күтетінмін да, сразу кіріп кетпейтін едім. Иә. Сосын қанша трейд жасадыңыз вообще сол аккаунтта? Нені ма? Пайда кезінде ма? Ну, то есть реально аккаунтта. 3. Біреу минусқа кетті, екеу плюсқа кетті. И в общем итоге 10% болды, иә? Өте керемет. Тағы да бір сұрақ. Сіз қолданатын валютный паралар, или там қандай паралар қолданасыз, сауда жасайсыз? Евро USDT мен алтын. Осы екеуімен, основной осы екеуімен істеймін, жұмыс жасаймын. Түсінікті. Вообще трейдингта қанша болып жүргеніңізге сіздің? Қанша уақыт? 2023-дің көктемінде бастадым. Бұған дейін мен криптовалютаны оқыдым ғой. Иә. Ол біткеннен кейін менде плюсқа шыққан емеспін, сосын өзімді дальше дамыту үшін сіздің сабақтарыңызды алдым. Вот. Енді нәтижеге жетіп жүрмін. Құдайға шүкір. Бұйырса 50,000-100,000 алсаң, вообще пушка болады реально. Иә. Өте әдемі. Құдай қаласа, иә, бұйырса. Иә. Так, жалпы сұрақтар осы енді. Егер де Маликаға сұрақтарыңыз болса,
комментарийға жазып қойсаңыздар болады, осылай сұрағым бар и так далее. И біз постараемся екінші частьтін құрастырып, да, уже сіз побольше суммалар алғаннан кейін, экзамен өткеннен кейін, и сол кезде қарастыратын боламыз. Бұл бізде уникальный кейс болғандықтан интервью жазып отырмыз Маликамен. Себебі екінің бірі, мысалы, проб компанияның аккаунтынан реальный счетта 10%-ті бір күнде жасай алмайды. Интервьюіңізге рахмет. Құдай қаласа. Сұрақтарыңыз болса, вот комментарийға Жақсы. жазыңыздар.